Бақара сүресінің қасиеті. Бір үлкен дін ғалымы Бақара сүресінің қасиеті жайлы әңгіме айтқан. Бір күні оған қатты сиқырланған қыз дем салуын сұрап келеді. Ол кісі қыздың жағдайының өте қиын екенін байқайды. Сиқыр қатты өтіп кеткен. Оны емдеймін деп босқа әуре болғысы келмей, қызға Бақара сүресін оқи беру керектігін айтып, қайтарып жібереді. Ол ғалым хадистерде келгендей, жын-шайтандар бұл сүре оқылған үйге 3 күнге дейін жоламай қашатын білгенмен, қыздың жазылып кететініне онша сене қоймаған еді. Арада жарты жылдан астам уақыт өткенде әлгі қызды көреді. Қыз сап-сау. Ғалым таң қалып, қалай емделгенін сұрайды. Қыз оған өзі айтқандай, Бақара сүресін көп оқи бергенін айтады. Қанша оқығанын ғалым анықтап сұрайды да, жауабын естігенде жағасын ұстайды. Сөйтсе, қыз 6 ай бойы күн сайын Бақара сүресін 10 реттен оқып отырғанын айтады. Бақара Құрандағы ең ұзақ сүре. Бір өзі 2,5 парадан тұрады, яғни ұзақтығы жағынан кітаптың 1/10-іне жақын. Осыны естігенде таң қалмаған адам қалмады. Оң қайтара оқып көргісі келгендер қызға ілесе алмады. Тек бір ғана судандық жігіт намысқа шауып, қыздан қалмаймын деп 11 рет оқуға қол жеткізіпті. Бірақ ол бір рет қана солай жасай алды. Ал жын тиген қыз 6 ай бойы күн сайын 10 рет қайталаған. Сөйтіп судандық жігіт Бақараны 11 рет қайталаған күні түнде түс көріпті. Түсінде көктен 2 сәуле құйылып келіп, әйелі мен қыздың төбесінен кіріп, аяғынан бір ақ шығады. Және көктен бір дауыс: "Сенің мәселең шешілді" дейді. Судандық таң қалып, "Менде ешқандай шешілмей жатқан мәселе жоқ" дейді. Бірақ ертеңіне әйел мен қыздың мінездері жақсы жаққа қарай күрт өзгереді. Тіл алғыш, сыпайы, көркем мінезді адамдарға айналады. Әйеліне ең алғашқы үйленген кездегідей ғашықтық, махаббат пайда болады. Ал әртүрлі мінез көрсете бастаған 16 жасар қызы 4 жасындағыдай сүйкімді болып шыға келеді. Мұның бәрі Бақара сүресін оқығанының сыйы болды маған деп судандық жігіт ұстазы ағынан жарылыпты. Осы әңгімені айтып берген бауырымыз, мен 10 рет оқи алмадым, бірақ 40 күн бойы күніне 1 рет оқып жүрдім. Соның пайдасын көрдім. Маған өмір түк қызық емес көрінетін, жаным қысылып жүретін, жаман түстер көретінмін. Сабақ берсем, жүрегім сығылып, орнымда отыра алмай кететін. 40 күн Бақара сүресін оқыған соң түстерім де түзелді, жүрегімнің сығылғаны кетті. Өмірге құштарлық пайда болды, жаным байыз тапты. Бұл жағдай маған сиқыршылардың күші Бақараға жетпейді деген хадистің дәлеліндей болды. Өз жағдайынан, өмірлік тәжірибесінен мысал келтіріп берді.